Барлықтарыңызға ассалаумағалейкум құрметті достар. Бүгін біз автотондағы жаңа сұрақтар талдайтын боламыз. Бізде бүгін тағы да тест талдау 57-ші видеомыз екен. Тест талдау бойынша осының алдында біз 56 видеоны YouTube арнаға салып қойдық. Соларды міндетті түрде қарап шығыңыздар. Уже 56 видео бізде өте көп болып кетті. Бірақ біз тест талдауды салуды тоқтатпайтын боламыз. Күн сайын салуға тырысамыз видеоларды сіздер үшін. Ал құрметті достар, видео басталмас бұрын тағы да айта кетейін сіздерге. Әрбір видеода айтамын сіздер үшін. Бізде осы тестке, яғни автотондағы тестке дайындалу үшін біз сіздерге екі вариант ұсынамыз. Біріншісі, осы сайт арқылы мен сияқты басып отырып белгілейсіздер. Бұл бізде оригинал сайт. Автотонның адамдарымен серіктестікке отырған pddtest.kz сайты. Осы сайтпен айналсаңыздар болады. Бұл сайт арқылы сіздер өздеріңіздің энергияларыңызды, күштеріңізді, уақыттарыңызды, яғни үнемдейтін боласыздар, экономдайтын боласыздар. Бұл оңайтылған. Және де бағасы сәл арзандау осы сайттан. Ол бізде Telegram арқылы дайындалу. Ол жақта бізде 1000-нан астам сұрақ жинақталған, ал мына сайтта 1500 сұрақ. Телеграмда бізде 1000-нан астам сұрақ жинақталған. Енді 1500-ға жетпейді. Но ол жақта ең бастысы доступ шексіз болады. Бағасы өзіне өте қолайлы бағада. 300-ден астам адам сатып алды, бірақ мен әлі ешкімді ренжіткен жоқпыз. Көбісі тесттен өтіп жатыр, отзывтарын жіберіп жатыр. Сіздерге қайсы ыңғайлы? Ақшаларыңызды экономдап Telegram алсаңыздар болады, немесе бағасы сәл Telegram'дан қымбаттау, ол бізде сайт арқылы. Бірақ мен ешқандай қымбат емес. Мен сіздерге жеңілдікпен беретін боламын. Құрметті достар, алам деушілер болса білесіздер, мен комментарийға WhatsApp нөмірді қалдырып кететін боламын. Давайте соған бәрін жазайық. Менің миссиям бұл жерде әрбір видеода не үшін айтамын? Сіздерге оңай жолын түсіндіріп жіберу, оңай жолға салып жіберу сіздерді. Көбісі қиналып жатады. Мен 10-ші попыткада уже қадалып жатырмын деген адамдардың өздері бізбен дайындалып, 1-2 апта тесттен өтіп кетіп жатыр. Бұл шынайы отзывтар, құрметті достар. Және де каналға лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Сіздердің басылған әрбір лайктарыңыз каналдың дамуына үлкен үлес қосатын болады. Давайте тест алам деушілер болса, комментарияда WhatsApp номер бар, соған бәріміз жазайық. Ендеше тест алдауымызды бастайық. Бірінші сұрақ, инсульт кезінде алғашқы көмек дейді. Сізге талдамай-ақ қойын, инсультін андай деп тек қана қысқаша түсіндіріп жіберейін. Инсульт дегеніміз, яғни бізде қант диабеті ауруының гормоны, инсульт деген. Ол бөлінбей қалса, адамда уже қиын жағдай. Енді алғашқы көмек қалай көрсетеміз? Жауаптардың барлығын оқымай қойын, тек дұрыс жауапты ғана айтамын сіздерге. Так, қай жауап бізде дұрыс? А вариант таңдадық. Бізде А варианты дұрыс. Науқасты тыныштандырыңыз, жедел жәрдем шақырыңыз, ыңғайлы қалып таңдауға көмектесіңіз. Дұрыс жол. Екінші сұрақ. Анимацияны қарап алайық бірінші. Қандай әрекеттер қиылыста көк автокөліктің қызылмен қақтығысына әкеліп соқты? Бұл жерде барлық аталған әрекеттері. Біреуі қозғалыс жылдамдығын көбейтті, ал біреу болса қиылысты өту ережелерін сақтамады. 3. Осы жағдайда кім жол береді? Еңістікке көтеріліп бара жатыр, но мына аяғында бізде жол белгілері шықты, жол құрылысы болып жатыр. Сізге көріне ме, көрмейді ме білмеймін, бірақ жақындатып көрсетейін. Мінекей, мына белгіні енді көретін шығарсыздар. Кім жол береді? Әрине, қара автокөлік жүргізушісі жол береді. Мына жақта еңістікке көтеріліп бара жатқанда қара автокөлік жол береді. Но ақ автокөліктің алдынан бізде мынандай жол құрылысы болып жатқан қай жақта ескертіп тұрса, сол автокөлік жол беру керек еді. Но бізде ақ автокөлігі жол бермейді ол жағдайда. Өйткені ол көтеріліп бара жатыр. Басымдыққа Е. 4. Қауіпті жүк тану белгісі бар көлік құралы қай бағыттарда қозғалысын жалғастыра алады? Әрине, тек қана тура бағытта, өзі көрсетіп тұрған жақта бізде. 5-ші сұрақ. Қызыл автокөлік жүргізушісі қиылыстан өтер кезде жол береді. Кімге жол береді? Қызыл автокөлік әрине ешкімге, өйткені бізде оның басымдығы бар. Мына белгіні қарасаңыздар, көресіздер.
6. Автомагистрал бойынша тракторлардың қозғалысы рұқсат етіледі ме? Тракторлардың қозғалысына рұқсат етіледі ме? Әрине, тыйым салынады автомагистралда тракторлардың жүруіне. 7. Осы жол белгісі нені білдіреді? Барлық көлік құралдарының қозғалысына тыйым салынады белгісі ғой, бұл бізде. Өте оңай. Тағы да айта кетейін, құрметті достар, егер де сіздердің осындай базовый білімдеріңіз болмаса, жол белгіңіз белгісін, жаңағы барлық көлік құралдарының қозғалысына тыйым салынады белгісі, автомагистрал не екенін білмесеңіздер, сіздерге менің телеграмдағы сұрақтарымды алуға кеңес бермеймін. Өйткені сізге одан сайын қиын болып кетеді. Енді телеграм мен фото және видео форматында болады, оны жаттау сәл қиындау болады. Мен сіздерге алдын ала айта кетейін, мен өзім саудам жүрсе болды емес, мен сіздерге шындықты айтамын. Енді телеграммен дайындалып жатқандар бар. Үлкен апалардың өздері дайындалған. Енді олар автошкола оқып берген ғой. 50-55 апалар автошкола оқып, мен телеграмдағы сұрақтарымды алып, тесттерін өтіп кетті. Ал сайтпен дайындалсаңыздар, сізде базовый білім болмаса да, сайтпен алып кетуге болады әрі қарай. Аяқтан оқисыздар ғой, өйткені анықтамасы бар дегендей. Мына жол белгілерін жаттайсыздар. Кішкене базовый білімді қалыптастырып аласыздар, осы сайтпен дайындалсаңыздар. Бағасы арзан деп телеграмға қарай кете бермеңіздер. Оданша сәл бағасы қымбаттауын алып, зато оригинал. Әрқашан оригинал ұтады. Құрметті достар, оригиналмен ұтатын боласыздар. Ақшаларыңыз да өздеріңізге инвестиция жасаған ақшаларыңызды шығарып аласыздар болашақта. Уақыттарыңызды алғаным үшін кешірім сұраймын. Видеомызды жалғастырайық. Қан кету қандай болуы мүмкін дейді. Ол бізде капилляр, венозы, артериалды, веналық, артериялық деп бөлінеді ғой. Бізде қатып жатыр сәл. Бізде қате жауап. Мен қан түрлері деп ойлағанмын бұл жағдайда, бірақ мен қан кетуі екен. Бізде ашық жабық қан кетулері бар, сосын капилляр, венозы, артериалды бар, барлық аталғандар. Давайте бұл бізде жаңа сұрақ, скрин жасап алайық барлығымыз. 9. Жеңіл автокөлік жүргізушісі қиылыстан бірінші өтеді, трамвайға жол береді. Әрине, трамвайға жол береді, өйткені трамвай бізде жеңіл автокөліктің жүретін жолын кесіп өтіп жатқанда оның басымдығы болады. Мұздақ жолмен жүру кезінде көрсетілген қандай сіздің әрекеттеріңіз ауытқуды болдыртпауға келуі мүмкін дейді. Құрметті достар, бұл бізде жаңа сұрақ, бірінші рет көріп тұрмын. Жауаптарын оқыдым. Барлық көрсетілген әрекеттер жататын сияқты. Давайте мен түсіндірейін. Қауіпсіздік қамтамасыз ететін тиісті жылдамдықпен жүру. Бұл бізде жатады. Біз ондай жолдарда арнайы жылдамдықты көрсетіп қояды ғой. Солмен жүрсек, бізде бәрі окей болады, бәрі жақсы болады. Бұрыстарда меңгеріп дөңгелектерді өте қалыпты бұру. Қалыпты бұру. Енді ол түсінікті. Бұрылыстарда және айналмалы жолдарда тежемей жүру. Бізде мұздақ жол деп тұр. Егер де біз тежеп жүрген жағдайда білесіздер не болатынын. Әрине таяды, бізде автомобильді тоқтату алдында жылдамдықты алдын ала барынша азайту. Мысалы, сіз бір жерге тоқтайын деп жатырсыз, сіз алдын ала дайындалуыңыз керек ол жерге. Жайлы тормозды басып тоқтайсыз, а то резко тоқтасаңыздар автомобиль тайғанайды. 11. сұрақ. Берілген белгі реттелмейтін жаяу жүргіншілер өтпе жолын білдіреді. Жаяу жүргіншілер өткеннен жақындаған туралы ескертеді. Бұл бізде В варианты дұрыс. 12. Жеңіл автокөлік жүргізушісі жүк автокөліктерінің басы бұзуды орындай алады ма дейді. Жүк автокөліктерін деп тұр. Екі көлікті басы бұза алады ма дейді. Бізде В варианты дұрыс, жүру барысы бойынша тек бірінші жүк автокөлігін егер қиылысқа дейін басы бұзу аяқталса. 13. Көлік құралдары қиылыстан қандай жиілікте өтеді? Бірінші, мінекей, белгіге қарап алыңыздар, көрсетіп тұр ғой сіздерге. Анық көрініп тұр бұл жол сіздерге. Бірінші жүк автокөлік өтеді, сосын жеңіл автокөлік өтеді, сосын барып трамвай өтеді. Бізде В варианты дұрыс, жүк автокөлігі, жеңіл автокөлік, трамвай бізде өтеді. 14. Осы жол белгісі дейді. А варианты дұрыс, жаяу жүргіншілердің қозғалысынан тыйым салынады белгісі.
15-ші сұрақ. Сіздің қандай әрекеттеріңіз автомобильдің ауытқуын тудыруға әкеп соқтыруы мүмкін? Ауытқуын деп тұр. С варианты дұрыс. Бізде күрт жылдамдықты арттыру және күрт тежеу. 16. Елді мекенде көрсетілген орындардың қайсында аялдауға рұқсат етілген? Қайсында аялдауға рұқсат етілген? Бізде қандай белгі? Қай жауап бізде дұрыс? Аялдауға деп тұр бізде. А, Б, В. Т варианты дұрыс. Так, бұл бізде бір бақты, яғни бәрі бір бақытта жүреді. А варианты, А көлігі бізде ережені сақтап тұр, Б көлігі де сақтап тұр, В көлігі де сақтап тұр. Б көлігі негізі сақтамайды, бірақ бұл белгі бізде қандай белгі? Тоқтап тұруға тыйым салынады белгісі бізде аялдауға тыйым салмайды, сондықтан ешқайсысы ереже бұзып тұрған жоқ. Аялдау деп тұр ғой бізде. Жүргізушіге осы жағдайда кері бұрылуды орындауға рұқсат етіледі ме? Кері бұрылуды дейді. Әрине, тыйым салынады. Мына жерден аяқталды деп. Бұл белгі бізде тікелей қозғалыс белгісі қолданылса, одан кейінгі қиылысқа дейін жүзеге асады. Барлық шектеулер аймағының аяғы белгісі бұл жерде әрекет ете алмай қалады. Біз келесі қиылысқа дейін қолданылады бұл белгі. 18. Автомобиль қозғалған кезде жолаушыларды немесе бекітілмеген жүктің алға жылжуы не себептен болады дейді. Алға жылжуы. Автомобиль жүрісін күрт жылдамдату деген жатпайды, пайдей. Күрт баяулатудан, мысалға сіздер бұлай түсіндірейінші сіздерге. Мысалы, сіз көлікте отырсыздар, немесе автобуста, жүргізуші тұрақта резко тормоз басып қалады, сіздер алға қарай кетіп қаласыздар ғой. Осылай бізде логичный сұрақтар бар автосонда. Осылай шешіп алсаңыздар болады, онымен байланыстырып. 19. Осы белгі орнатылған жолдарда артқы жүріспен қозғалыс рұқсат етіледі ме дейді. Артқы жүріспен әрине рұқсат етіледі. Бір жақты қозғалыс жол белгісі бізде тыйым салмайды артпен жүруге. 20 тәуліктің қараңғы уақытында жүру кезінде көріну неге байланысты болады? Бізде жаңа сұрақ, тәуліктің қараңғы уақытында жүру кезінде көріну неге байланысты болады? Варианты дұрыс деп ойлаймын. Жолдың жарықтану көлеміне, шамдардың жарықтығына, заттардың контрасттылығына дейді. Не деген аудармалар мынау бізде жаңа сұрақтарда. 21. Сізге тайғақ жолда рөл дөңгелегенде күрт бұрудан болған ауытқу туындаған кезде не істеу керек дейді. Қай жауап бізде дұрыс? А варианты дұрыс деп ойладым, бірақ мен В варианты дұрыс екен. Рөл дөңгелеген дөңгелекті ауытқу жағына бір қалыпты бұру. Ауытқу жағына бұрады екенбіз. 22. Фенозды қан кету белгілері дейді. Қай жауап бізде дұрыс? В варианты дұрыс. Қан қою қызыл түсті, ақырын бір келкез үздіксіз ағады. С варианты бізде қан ашық қызыл түсті, қатты пульсацияланған күшпен ағады. Ол бізде артерия. Ал капилляр жараланған беткейде ұсақ нүктелі қан кету белгілері болады. Ол бізде кішкентай. Ал феноз ол бізде орташасы. 23. Егер көлік құралдарының қозғалыс траекториялары қиылыстан болса және өту реттілігі қағидалары бойынша белгіленбесе, осыны орындау қажет дейді. Оң жақтан келе жатқан көлік құралына жол бересіз. Енді оңай ғой. Правый помех деген бар, сол жүзеге асады бізде. 24. Механикалық белгісі қоры бары көліктің өрлеуде қысқа тоқтау кезінде жылжып кетуіне жол бермеу үшін тұрақ тежегішін қолданамыз. Тұрақ тежегіші дегеніміз не?
Ол бізде ручник. 25. Осы жол белгісі не туралы хабарландырады? Бұл бізде айдың жұп сандары күндері тұруына тыйым салынады белгісі автокөліктің. 26. Қай белгі аялдамай жүруге тыйым салынады деп аталады? Аялдамай жүруге ол бізде бірінші суретте С варианты. Роботты сөйлеттіріп жіберейік. Дорожный знак 1. Движение без остановки запрещено. Запрещается движение без остановки перед стоп-линией. А если ее нет, перед краем... 27. Иммобилизациялық шина ретінде қандай заттарды қолдануға болады? Бізде екі жауапты дұрыс бұл жағдайда. Мен бәрін оқып сіздердің мияларыңызды ашытпай қойын, тупы жаттап алыңыздар көзбен. 28. Тұрғын аймаққа кіру кезінде жүргізуші жаяу жүргіншілерді өткізеді. А варианты бұл жерде. 29. Жараланған жерде жаралғыш дене болған кезде қандай әрекет жасауға болады? Жараланған жерде жаралағыш дене болған кезде дейді. Жаралағыш дене дегеніміз не ол? Мен ойынша бактерия или вирус, саңырауқұлақтар, сонылар сияқты. Яғни вирустар ғой. Қай жауап бізде дұрыс? С варианты дұрыс сияқты. Мен ойымша, біз ешқандай медик емес, біз ешқандай фельдшер емес, біз оның ішіндегі затты алуға тиіс емеспіз. Оны арнайы мамандар айналысады. Біз оның маман емеспіз. С варианты дұрыс. Жараланған затты жараның ішінде қалдырамыз. Біз одан сайын асқындырып алуымыз мүмкін, өйткені бізде ешқандай білім жоқ медицина жайлы. Сондықтан біз оған тиіспейміз. Бекітеміз, оның айналысына таңғыш саламыз. Осылай әрекет жасаймыз. Егер жараланған жерде жаралғыш дене болған кезде. 30. Осы жол белгісі өткен кезде жүргізушінің іс әрекеттері қозғалыс жылдамдығын төмендету және аса абай болу. Осы учаскесін басқа бағдар бойынша айналып өтеді. Траектория мен қозғалыс жылдамдығын өзгертпей, қозғалысты жалғастырады. А варианты дұрыс. Опа, бізде қате жауап. Траектория мен қозғалыс жылдамдығын өзгертпей, қозғалысты жалғастырады. Ешқандай алаңдамауымыз керек екен. Қозғалыс жылдамдығын төмендетіп, абай болып керек емес екен бізде. Абай болып деген қалай етті. Дұрыс жауап, траектория мен қозғалыс жылдамдығын өзгертпей, қозғалысты жалғастыру. Бізде қате жауап. 31. Ашық сынықтың белгілері қандай? Варианты дұрыс. Бізде қатты ауырсыну сезімі, аяқ қол деформациясы, тері жабындысының зақымдалуы. Ашық сынық және жабық сынық деген бар. Жабық сынықта бізде тері жабындысы зақымдалмайды. Осының ішінде сондай сұрақта бар негізі. Түсіндіріп кетейін, қосымша білім ретінде айбетпеңіздер. Жабық сынықта бізде тері жабындысы зақымдалмайды. Яғни ол бізде ішінен сынады. Ашық сынық ол бар несін көрсетеді. Тері зақымдалады, анау қан ағады деген сияқты. 32. Көк автокөлік жүргізушісіне кері бағытта қозғалуға рұқсат етіледі ме? Әрине рұқсат етіледі. Көлік өзі біледі. Мына үзік-үзік кері бұрылама, әлде аны жаққа барып бұрылуына да болады екі жағдайда. Автомобильді жүргізу кезінде варианты дұрыс. 1-2 секундтан асатын уақытқа бір объектіге қарамау қажет, өйткені бізде ол жағдайда ДТП болуы мүмкін. Бір жерге қарап тұруға болмайды ғой. Аяқты оқымай қойын, өздеріңіз оқып алыңыздар, атам мияларыңызды ашып жіберемін тағы да. 34. Аяқ қол сынығы кезінде көліктік шаналармен және оны дайындау үшін қосымша заттар болмаған жағдайда алғашқы көмекті қалай көрсету керек дейді. Мен ойымша варианты дұрыс. Жауапты сұрақты қайттан оқиын. Аяқ қол сынығы кезінде көліктің шаналар және оны дайындау үшін қосымша заттар болмаған жағдайда алғашқы көмекті қалай көрсету қажет. Дұрыс жауап, қолды шынтақ буында бүгіп,
орамалмен бекітеді және денеге бинтпен таңып қояды. Яғни сынған қолында аяқты бір-біріне бинтпен таңып, байлап, міндетті түрде арасына жұмсақ зат қою керек. Дұрыс жауап бізде. 35. Билеген жағдайда көлденең таңбаның үзік екі сызығын кесіп өтуге болады ма? Әрине, тыйым салынады. Бұрылыс жөндеу немесе тазалау жұмыстарын жүргізген кезде қызғылт сары немесе сары жарқылдау аяғы бар көлік құралдарының жүргізушілеріне қандай жол белгілерін ауытқуға тыйым салады? Так, 1, 4, 5, я? Е варианты дұрыс бізде. Яғни бізде қызметте жүрген көліктер ғой. Тазалайтын көліктерге белгілерін ауытқуға болмайды. 37. Қайта қатар түзеу кезінде қандай реттілікті ұстану ұсынылады? Так, бірінші маневр, айна, бұрылыс көрсеткіші. Ой, бізде қате жауап. Бірінші бұрылыс көрсеткіші, сосын айна, сосын маневр орындаймыз, Айтпеңіздер, менде қате жауап. Келесі сұрақ. Негізі білем, мен бұның жауабын. Бірақ мен қателестім, Тротуарлар мен жол жиектері бойымен көлік құралдарының қозғалысына рұқсат етіледі. С варианты дұрыс. Басқа кірме жолдар болмаған жағдайда жүктер тікелей тротуарлар мен жаяу жүргіншілер жолдарына орналасқан объектілерге жеткізе отырып, барлығына ең қысқа жолмен жүруге рұқсат етіледі. Бізде В вариантта жауабы келеді негізі. Көбісі В вариант белгілеп қойып қателеседі. Бірақ мен дұрыс жауап С варианты. Неге? В вариантта бізде тек қана жүк көліктерінің ең қысқа жолмен жүруіне етіп тұр. С варианты барлығына, Сода бізде проблема бұл жағдайда. Дұрыс жауап С варианты. Барлығына болады ана жағдайда. 39. Осы жағдайда жеңіл автокөлік жүргізушісі қандай бағыттарда қозғалысты жалғастыруы мүмкін? Тек тура, Реттеушінің осы сигнал кезінде жүргізуші тура өтуі мүмкін. Дұрыс жауап. Соңғы 40-шы сұрақ. Дөңгелектерді толық блоктаумен тежеу жолының ұзындығына тежеу қалай әсер етеді? Ұзартады тежеу жолын. Дұрыс жауап бізде. Бізде жаңа сұрақ, скрин жасап алыңыздар. Ой, менде жасалмай қалды. Менде жасап аламын, сіздерде жасап алыңыздар. Құрметті достар, осымен біздің тест талдауымыз аяқталды. 57-ші видеомыз аяқталды. Келесі 58-ші видеода кездескенше бізде жаңа видеолар күн сайын шығаруға тырысатын боламыз. Видеоның соңына дейін қарағандарыңыз үшін рахмет. Ендеше сау болыңыздар. Тест сұрақтарын алам деушілер болса, комментарияда WhatsApp номер бар, соған хабарласыңыздар. Ендеше сау болыңыздар.